Баймырза Беспаев атындағы мектеп психологы Ермекбаева Меруерт Асанқызы. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы мамандықтар әлемі. Адамның өзін өзі тәрбиелеу мақсатының бірі мамандықты таңдау болып табылады. Қазіргі таңда мамандықты таңдау жастар үшін ерекше мәнді мәселе. Оқушыларға кәсіби бағдар беру және болашаққа мамандығын анықтауға ықпал ететін осы мектеп. Сондықтан да психологтар мен педагогтардың ортасына үлкен мәселе қойып отыр. Осы кәсіби бағдарға көңіл аудару керек деп. Әр мектептердің оқушыларына мамандыққа бағылу және кәсіби бағдар беру жұмысының жоспарын құру тиіс. Осыны жүзеге асыруда психологтың қосатын үлесі әрине зор. Мамандық таңдау дегеніміз еңбектің белгілі бір түріне адамның табиғи мүмкіндіктерін көрсететін психологиялық, физиологиялық ерекшеліктерінің тиісті білім, дағды икемділіктер жиынтығын айтамыз. Бағдарламаның мақсаты оқушыларға мамандық таңдаудың адам өміріндегі маңызды жете түсіне отырып, болашаққа мамандығын сапалы түрде дайындауға көмектесу. Міндеттері мамандық таңдауға қателікке жол бермей, нақты бағыт беру, сұранысқа ие мамандықтардың қажеттіліктерін түсіндіру. Күтілетін нәтиже оқушылардың мамандық таңдау мәдениеті дамиды, сұранысқа ие мамандықтың қажеттілігін түсіне бастайды және мамандықтардың маңыздылығын түсінеді. Сіздерге осы авторлық бағдарламаның сабағынан үзінді ұсынып отырмын. Сыныптан тыс сабақтың тақырыбы тәрбиелеу, білім беру. Сабақтың мақсаты еліміздің болашағы жастарды тәрбиелеудегі қажетті мамандықтар туралы түсінік беру. Өмірде мамандықтардың түрлері өте көп. Әр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. Дәрігер адамды емдесе, мұғалім оларды оқытады. Әнші ән айтады, құрылысшы үй салады, тігінші киім тігеді. Тағы да басқа мамандықтар туралы айта беруге болады. Адамдар мамандықты жүрегімен қалауы бойынша таңдауы керек. Өйткені әрбір адамның болашағы таңдаған мамандыққа тікелей байланысты. Өз ісін жақсы көріп, үлкен жауапкершілікпен атқарғанда ғана адам өзін бақытты сезінеді. Сабақты бастамас бұрын оқушыларға рольдік ойындар беріледі. Соған байланысты оқушылар сабақ қандай тақырыпта жүретіндігін табады. Бүгінгі тақырып ұстаз, яғни тәрбие мен білім беру туралы сөз қозғаймыз. Оқушыларға топтық жұмыстар ұсынылады. Әр топ өздерінің жұмыстарын тақтаға шығарып қорғайды. Сіздерге осы сабақтан үзінді ұсынамын. Адам тәрбиелеу ұлы міндет, ал сол міндетті атқарушы ұстаз болып табылады. Шынында да барлық мамандық иесін тәрбиелейтін ол ұстаз. Сол себептен де ұстаз берген тәрбие адам өміріндегі жол сілтер шамшырақ секілді. Мұғалім мектептің жаны болып табылады. Мұғалім қандай болса, болашақта бала да солай болып өседі. Мұғалімнің нақты мақсаттарының бірі болашақта жақсы маман тәрбиелеп шығару. Жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім мектептің деп айтқандай Ыбырай Алтынсарин атамыз барлық мамандықтың атаулының иесі ол ұстаз деген. Жай мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді. Керемет мұғалім көрсетеді, ал ұлы мұғалім әрқашан шабыттандырады. Мұғалім дегеніміз ол бізді әрқашан қараңғы жолдардан құтқаратын шам болып табылады. Сөзімізді қорытындылай келе айтсақ, біздің топқа берілген тақырып ол мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы. Абай Құнанбайұлы атамыз айтқандай, адамның адамшылығы жақсы ұстаздан. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу жеңісті күн шуағы, азбай туған адамның алтындығы деп Абай Құнанбайұлы атамыз айтқандай, жалпы бізге берілген тақырып ол мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы. Расымен де бізді дұрыс жолға салып, тәрбие мен білімді қатар алып жүретін бұл ұстаз болып табылады. Яғни менің түсінгенім бойынша мұғалім мамандығы барлық мамандықтың анасы деген сөз сіздерге білімді де беретін, әрді үйрете отырып, сіздерге сол дұрыс мамандықты таңдаудың да жолын кім береді екен? Ұстаз екен, өте жақсы, рахмет жұмыстарыңызға қошемет қойып көзіңізге отырыңыздар.
Біз өзіміздің тобымызбен ақылдаса келе, ұстаз қандай болу керек деген сұраққа біз былай жауап берген болатынбыз. Ең алғаш ұстаз тәуекелшіл болу керек, яғни оның себебі ұстаз өзі қазіргі ауыртпалықтың барлығын қабылдай отырып, тәуекелге бел буа білу қажет. Ұстаз сонымен қатар психолог болу керек. Өзінің алдында отырған шәкірттерінің психологиясын зерттеп, оны толықтай білуі қажет. Себебі топтық жұмыстан кейін жеке жұмыс жасау керек. Себебі әркімнің қабілеті әрқалай болып келеді. Келесі білікті педагог болу керек, себебі педагог сөзінің өзі ұстаз ұғымына өте жақын болып келеді. Сондықтан да білікті әрі сауатты ұстаз болу келесі қасиеттердің бірі. Сонымен қатар ұстаз заманауилық пен рухани байлықты өзіне жинау керек. Өйткені әр оқушының көңілі әртүрлі, оқушының көңілінен шығу үшін заманауилық пен рухани байлық ұстаздың бойынан артық қасиет көрсетпейді. Яғни сіздердің айтуларыңыз бойынша мұғалім жан жақты болу керек екен, тәуекелшіл де болу керек, психолог та болу керек екен, білікті маман болу керек. Білікті деген сөз өз мамандығын жақсы көретін адамды білікті маман дейді, заманауи көшбасшы болу керек. Рухани бай адам, яғни жүрегі қандай адам дейді оны? Кең адам, өте жақсы. Және әмбебап мұғалім, яғни жан жақты болу керек екен. Өте жақсы, рахмет сіздерге. Отыра беріңіз. Келесі топ, жақсы ұстаз болу үшін не істеу керек тақырыбында қорғаймыз. Жақсы ұстаз болу үшін не істеу керек? Жақсы білім бере алу қажет. Оқушылармен қарым-қатынасы жақсы болу керек. Моральды тұрғыдан түсініп, қолдау көрсете алу керек. Оқушыларға үлгі боларлық азамат немесе азаматша болу керек. Тәрбиелі мәдениетті болу керек. Оқушыларға жақсы тәрбие беру қажет. Себебі қазіргі кезде оқушыларға ең бастысы тәрбие мен білім. Яғни жақсы ұстаз болу үшін осы қасиеттердің бәрі керек па? Араларында ұстаздың мамандық таңдағандар бар ма? Үшеуің, енді олай болса осыменен жұмыс жасайсыңдар ма? Өте жақсы, рахмет сіздерге. Адамның адам болып қалыптасуы ата-аналарымен қатар мұғалімдердің де рөлі зор. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, аллайтұғын адамның алтындығы дейді. Бірақ ұстаз да дихан сияқты, ол әр адамның жанын білетін, дәнін себетін керемет адам. Әр шәкіртін аялап өсіріп, жол сілтейтін адам. Дәлірек айтатын болсақ, адамды өмір сүруге, тәрбиелеуге итермелейтін осы ұстаз. Сол үшін бойындағы асыл бар қасиеттерін шәкірттеріне төгеді. Мамандықты дұрыс таңдай білген оқушының болашағы жарқын деп айтуға болады.